Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір звездочка узорын көрсететін боламын. Ол үшін бізге воздушная петлядан 14 воздушная петля тоқу керек боламыз. Міне ең бірінші воздушная петлямыз, ары қарай мен 14 воздушная петля теретін боламын. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 воздушная петля тердім. Цепочка, воздушная цепочка. Енді маған тағы да 2 воздушная цепочка теру керек. Міне 1 2. Енді накид. Бұл бізде накидпен тоқылады бірінші қатарымыз. Накид. И мына жерде мына қарасаңыздар, мына бізде міне бірінші петлямыз, екінші, үшінші міне мынаған тоқу керек боламыз. Кері санағанда төртінші ілмекке накид. И мына жерге ілмегімізде бізде міне үш ілмектен бір ілмек шығарып. Бұл бізде полустолбик с одним накидом деп аталады. Техника. Накид. Келесі ілмектен іліп алды цепочканы, воздушный цепочкамызды. И былай соңына дейін тоқып шығу керекпіз. Бізде 14 столбик полустолбик с одним накидом біз тоқып шығу керекпіз осылай. Осындай 14 полустолбик с одним накидом тоқыдым. Енді 1 2 3 көрдіңіздер. Енді мына жерде мына кері санағанда үшінші ілмекке қыз саламыз. 1 2 3 мына ілмекке қыз осы жерден ілмек шығару керек боламыз. Накид ештеңе алмаймыз. Қараңыздар, біздімізде 2 ілмеге міне енді 3 4 5 и міне мына 6. Мына жерде бізде 6 ілмек бар. 6 ілмекті бір ілмек шығарамыз. Міне и қосамыз. Мен тоқып жатқаным мынау столбиктің мына шетінен ғана бір артқы ілмектерден ғана іліп алып жатырмын. Бергісінен іліп жатқан жоқпын. Енді ары қарай қараңыздар. Бір ілмек, біздімізде бір. Екінші ілмек. Енді мына ілмектен аламыз. Мына ілмектен аламыз. Үшінші ілмек, енді мына төртінші ілмек, мына бесінші ілмек, и мына алтыншы біздің ілмегіміз. Алтыншы ілмек. Міне біздімізде 6 ілмек бар. 6 ілмекті бір ілмекпен қосамыз. Қостап, енді бекітеміз. Міне звездочка шығып отыр бізде. Міне ілмегімізде біздімізде бір ілмек бар. 2. Енді тура міне мынамен мынаның арасында тура 3 4 5 6 кезек үсті алып шығастырманы 6 ілмек бар біздеріңізде. Бәрін қосамыз. Соңғы звездочкамыз тоқитын боламыз. 3 4 5 6 ілмегіміз бар. 6 ілмекті бір ілмектен қосамыз. Бекіттім.
Енді міне соңғы бір столбикті мына жерге оған накид жасаймыз да, и полустолбик с одним накидом жасаймыз. Осындай болып шығады. Енді ары қарай қайтадан бір, екі. Енді барлығын біз полустолбик с одним накидом бағанағыдай тоқып шығамыз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы столбигіміз полустолбик с одним накидом, үшеуін біріктірдім. Енді міне осындай болып шықты. Сондай әдемі. Енді бір, екі, үш бұрамыз. Мына оң жақтан сол жаққа қарай бұрамыз. Енді міне қайтадан міне бір, екі, үш кері санады. Мына жерге, үшіншіге саламыз. Бір, екі кезек аладым. Үш болғанда төртеу ілмегімізде. Төрт, бес, алты. Алты ілмек. Алты ілмекті бір ілмекпен қосамыз. Біріктіреміз. Енді бірінші ілмегіміз ғой, негізі мына бірі өзімізде ілмекте бар. Ой, біздімізде бір, дұрыс тапсалайын. Екі, үш, төрт, бес, алты. Алты ілмек. Алты ілмекті біріктіреміз. Қайтадан бір, бір, екі, мына жерден аламыз. Үш, төрт, бес, алты. Ілмегімізде алты, біздімізде алты ілмек. Бәрін біріктіреміз. Қосамыз. Осындай узор шығады. Енді қадым өздеріңіз тоқыңыздар. Соңғысын тағы бір көрсете салайын. Екеу, үшеу, төрт, бес, алты. Біздімде алты ілмек, алты ілмекті бір ілмекпен қосамыз. Накид. Мына жерде қарсаңыздан кішкене төмен түсті. Соны мына жерде өзімізде бір столбик бар, негізінде көрінбейді. Және полустолбик с одним накидом тоқимыз. Енді ары қарай қайтадан мынаны біріктіреміз. Енді бір, екі. Қайтадан полустолбик с одним накидом тоқып шығамыз. Санасаңыздар болады. Міне осындай болып шығады. Бірінші қатар, екінші, үшінші, төртінші, бес, алты, жеті. Міне қандай әдемі.
өте әдемі болып шығады. Сіздер де тоқып көріңіздер, менімен